Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер көп мөлшерлектерді жалғастырып, теңдеулерді шешу туралы өтетін боламыз. Бұл сабаққа кіріспес бұрын бастапқы математика курсының теңдеулер бастамасы деген бейнероликті көруге кеңес беремін. Ал енді сабақты бастайық. AX қосылған B тең 0 түріндегі теңдеу бұл бір айнымалысы бар теңдеулер деп аталады. Яғни бұл жерде X минус b бөлінген a-ға тең. Оған мысал келтірейік. Мысалы 3x тең 2. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, x-ке көбейтіліп тұрған сан теңдіктің а жағындағы санның бөлімі болып барады. Яғни x тең 2 бөлінген 3, немесе 3-тен 2. Ал егер x бөлінген 3 тең 2 болатын болса, онда x-тің бөліміндегі санды теңдіктің а жағындағы санға көбейтеміз. Яғни x тең 3 көбейтілген 2 тең 6. Ал енді тексерсек, 6-ны 3-ке бөлгенде 2. Яғни 2 мен 2 тең. Ал егер 3 бөлінген x тең 2 болатын болса, онда дәл банағыдай 3 тең бөліміндегі санды теңдіктің ар жағындағы санға көбейтеміз. Яғни x-ті 2-ке көбейтеміз. Осыдан 3 тең 2x. Ал енді бірінші өрнекке келіп тұр. X-тің қасындағы сан ар жағындағы санның бөлімі болып барады. Яғни x тең 3 бөлінген 2. Ал енді есепте кездесетін теңдеулерді шығарып көрейік. Мысалы 2x азайтылған 10 тең x қосылған 3. Бұл жерден x-ті табуымыз керек. Ол үшін x-терді бір жаққа және сандарды бір жаққа жинаймыз. Қараймыз. X-і көп жаққа x-ті жинағанымыз дұрыс болады. Яғни бұл жерде сол жағында 2x бар. Сондықтан 2x жаққа жинаймыз. 2x 10 жақтағы x теңдіктің бер жағына шыққанда минус таңбасымен шығады. 2x азайтылған x тең минус 10 теңдіктің ар жағына плюс 10 болып барады. Яғни 10 қосылған 3. Осы жерден 2x-тен x азайтатын болсақ x-ке тең, ал 10-ды 3-ке қосатын болсақ 13-ке тең. Яғни x тең 13-ке. Егер 2-ке 13-ті көбейтіп 10-нан азайтатын болсақ, онда 16 шығады. Ал 13-ке 3 қоссақ, онда 16 шығады. Яғни теңдігіміз дұрыс. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, x бөлінген 2 азайтылған 5 тең x бөлінген 4-ке. Осы жерден x-ті табатын болсақ, яғни x-терді бір жаққа жинаймыз. X бөлінген 2 азайтылған x бөлінген 4 тең 5. Осы жерден ортақ бөлім келтірейік. Ортақ бөлімі 4, яғни 2x азайтылған x бөлінген 4 тең 5. Бөлімінде санды теңдіктің ар жағына көбейтеміз. 2x азайтылған x тең 20. 2x-тен x азайтқанда x шығады, яғни x-іміз 20-ға тең. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер түсінікті деп ойлаймын. Енді сәл қиынырақ түрі квадрат теңдеулер туралы өтейік. AX квадрат қосылған VX қосылған S тең 0 түріндегі теңдеуді квадрат теңдеулер деп атаймыз. X-тің бір немесе екі мәні болуы мүмкін. Квадрат теңдеулерді дискриминант табу арқылы шығарамыз. Дискриминанттың формуласы D тең V квадрат азайтылған 4 көбейтілген AC. Осы жерден x-теріміз, x1-іміз минус v қосылған түбір асты дискриминант бөлінген 2a, ал x2-міз минус v азайтылған түбір асты дискриминант бөлінген 2a. Егер дискриминантымыз 0-ден кіші болатын болса, онда теңдеудің түбірі жоқ болады. Ал егер дискриминантымыз 0-ге тең болатын болса, онда теңдеудің бір түбірі болады. Ал егер дискриминант 0-ден үлкен болатын болса, онда 2 түбірі болады. Мысалы, x квадрат азайтылған x азайтылған 2 тең 0 деген теңдеу берілсін. Осы жерде a-мыз 1-ге тең, v-мыз минус 1-ге тең, ал s-мыз минус 2-ге тең. Дискриминантты табайық. Дискриминант тең минус 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 2. 9-ға тең болады. Яғни дискриминантымыз 0-ден үлкен 2 түбірі болады. x1-іміз тең 1 қосылған түбір асты 9 бөлінген 2.
Түбір асты 9 дегеніміз ол 3-ке тең. Яғни 3-ке 1-ді қосып 2-ке бөлгенде 2-ке тең болады. x2-міз 1 азайтылған 3 бөлінген 2. 1-ден 3 азайтылғанда минус 2, минус 2-ні 2-ке бөлгенде 1-ге тең. Яғни минус 1. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, x квадрат азайтылған 8x қосылған 16 тең 0. Бұл жерде a-мыз біздің 1-ге тең, ал v-мыз минус 8-ге тең, ал с 16-ға тең. Осы жерден дискриминантты табатын болсақ, минус 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 16 тең. Осыны қос көбейтіп азайтатын болсақ, 0-ге тең болады. Яғни дискриминанттың мәні 0-ге тең болған кезде 1 түбір болады. X тең 8 қосылған азайтылған түбір асты 0 бөлінген 2. Түбір асты 0 дегеніміз ол 0-ге тең, яғни 8-ді 2-ке бөлгенде 4-ке тең. Яғни x1-міз және x2-міз біздің 4-ке тең болады. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, 15x квадрат азайтылған x қосылған 2 тең 0. Осы жерден a-мыз 15-ке тең, v минус 1-ге тең, ал с 2-ке тең. Дискриминантты табатын болсақ, минус 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 15 көбейтілген 2. Осы жерден минус 119 шығады. Яғни дискриминантымыз 0-ден кіші, бұл теңдеудің нақты түбірі жоқ. Яғни шешімі жоқ деп белгілейміз. Ал келесі есепті өзіңіз шарып көріңіз. 2x квадрат азайтылған 3x азайтылған 5 тең 0. Сізде бұлай шығу керек. Дискриминантты табатын болсақ, дискриминант тең минус 3-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 5. Осы жерден 9 қосылған 40 тең 49. Ал 49 дегеніміз ол 7-нің квадраты. Яғни x1-міз тең 3 қосылған 7 бөлінген 4. 7-ге 3-ті қосып 4-ке бөлсек, онда 2-ден 5 шығады. Ал x2-міз 3 азайтылған 7 бөлінген 4 тең минус 1. Бір айнымалысы бар теңдеу және де квадрат теңдеулер туралы өтіп кеттік. Келесі сабақта ішінде модулі бар теңдеулер, рационал теңдеулер туралы өтетін боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курс сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.